Алып қашу құрбаны. Бірінші бөлім. Авторы Айдана Ізтілеуова. Достар, мені жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. Отбасында шұбырған 5 қыздың бірі Гүлжан анасына өкпелі еді. 5 қыздан соң өмірге ұл бала келді. Әкесі өте момын жан. Әйтеуір бала-шағасын асырау үшін күні бойы балық аулаумен өмірі өтіп жатыр. 5 қыздың жандарын шығарып тұрып, жастайынан үй тірлігіне салды. Өмірге ұл бала келсе де 5 қызды қарғап-сілеп отыратын. Анасы қыздарына үнемі: «Сендерді бекер тудым, Құдай сендерді бергенше бермегені жақсы еді. Маңдайымның соры болдыңдар ғой. Мектепті бітіреді екенсіңдер, оқу-тоқу дегенді айтушы болмаңдар. Тиетін байларыңа тиіп кетіңдер. Жұрттар ұқсап сендерді оқытып, бекер ақша шашатын ойым жоқ», деп айқайлағанда 5 қызда дір-дір етіп, қатты қорқатын. Бұл өмірдегі жан дегендегі жалғыз анасынан жылулық күтетін қыздар өз анасынан бір мейірім көрмей өсіп келеді. Басқа сыныптастарының анасына қызғанышпен қарайтын Гүлжан анасының құшағында мейірлене иіскегісі келетін, бірақ ол арманға еш уақытта жетпеді. Анасы неге сонша қыздарын жек көретін екен? Таңнан кешке дейін анасынан бірде-бір жақсы сөз айтқанын естімей өскен қыздар да ауыздарынан бірыңғай дөрекі сөз шығатын. Көршілер де бұл отбасын ұнатпайтын еді. Гүлжанның анасының қарғыс пен былапыт сөздері ауылдың ана бұрышынан естіліп жататын. Онымен қоймай біреуді өсектегенде алдына жан салмайтын өсекші әйел. Анасының жаман сөздерін үйренбеуге тырысқанымен өсе келе сынықтан бөтеннің бәрі жұғады демекші, қыздарының аузынан тайға таңбады басқандай, дәл сол анасының былапыт сөздері түспейтін болған. Уақыттың еншісімен жылдар өтіп, Гүлжанның әпкелері мектеп бітірген бойда тұрмыс құрып жатты. Ондай кезде анасы: «Құдағи болған жақсы екен, аузымыз майланып қалды», деп жалған күлкісімен қызының артынан келген сақиналарды тағып алып жұртқа мақтанды. Гүлжан да мектеп бітірер шаққа жеткен. Өз күшімен оқу оқимын, әлі-ақ үстіме әдемі киім киіп бай боламын деген арманы да бар еді. Сабақты жақсы оқып, өте білімді болды. Қолы босай қалса кітаптан бас алмайтын. Мұны көрген анасы: «Әй оқымысты, кітап сенің не теңің? Оқу оқимын деп армандама, саған берер көк тиыным да жоқ. Бар кет, қораны тазала, бұзауға жем шөбін бер», деп қарғыстың астына алатын еді. Жалғасы бар.